Гибридті ЖЭС авторларының бірі Альмира Жылқашынованың ойынша, көгілдір энергетика болашағы қарапайым әрі қолжетімді болуы тиіс. Жел энергетиканы тиімді етуге мүмкіндік беретін идея зерттемеге айналды. Гибридті станция КПД-сі 85%-ға дейін. Ал энергияның өзіндік құны үлкен емес. Сағатына 1 киловатт, небары 23 теңге. Жоба жел энергиясын тиімді пайдаланудың өзекті мәселесіне арналған. Жел электр станциясының конструкциясы электр тоғын өндіру үшін сығымдалған газ энергиясын қолдану принципімен жұмыс істейді. Бұл кезде КПД 2 есе өседі. Конструкцияда ұсынылғандай, классикалық ЖЭС-тің бұл энергиясын қолдану отырып, электр тоғын аз ғана жел жылдамдығында да өңдеуге мүмкіндік береді. Гибридті жел электр станциясында қалақшалардың механикалық энергия айналымдары генератор көмегімен емес, бірден электрлікке ауыспайды. Оның орнына қалақшалар компрессордың жұмыс істеуіне әсер етеді. Тығыздалған ауа құбыры арқылы турбинаға бағытталады. Ол айнала отырып, генератордың жұмысын қамтамасыз етеді. Жел соғып тұрған кезде турбина жел құрылғының тығыздалған ауасымен жұмыс істейді. Жел жоқ кезде оны ЖЭС буы айналдырады. Желдік және жылу энергиясының мұндай қосындысы жел энергетикасындағы негізгі 3 кемшіліктен арылтады. Желдің тұрақсыздығынан, шашыраңқылығынан және оқтың соғылуынан. Альмира Жылқашынованың өнертабысы қауіпсіз, орнықты және қуатты энергияны желдің тұрақсыздығы мен әлсіздігіне қарамай да алуға мүмкіндік береді.